Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін бірге жеуге болмайтын тағамдар туралы айтатын боламын. Каналыма жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Барлық тағамдарды қалыпты ғылыми түрде тұтыну денсаулыққа пайдалы. Ал кейбір тағамдарды бірге тұтыну денсаулыққа зиян екенін көп адам біле бермейді. Ішімдік пен жаңғақты қосуға болмайды. Қан қызарып, құрғақ жөтел пайда болады. Сыра мен отқа қақталған тағамдарды тұтынса, асқазан қатерлі ісігіне себеп болады. Теңіз балықтары мен асқабақты қосып жесе, улану болады. Сарымсақ пен бұршақ ірімшігін қосып жегенде, кальцийді адам денесі қабылдау қиын болып, кальций аздық ауруын тудырады. Шалғам, редька деп айтамыз. Бірге апельсин жемісін қосып жегенде, мойын безі қабынып ісінеді. Шалғам мен ағаш саңырауқұлағын қосып жегенде де әртүрлі тері ауруларына себеп болады. Тауық етімен күнжіті адам қосып жесе уланып қалады, өмірге қауіп төндіреді. Шаян мен С дәрумені мол болған тағамдар адамды улайды. Алмұрт пен суық суды бірге тұтынғанда ас қорыту жүйесіне зиян келтіріледі. Жер жаңғағы мен қиярды қосып жесе де оңай іш өту ауруларын тудырады. Помидор мен тәтті картопты отқа піскен қосып жегенде өтте тас байлану, ішке жел тұру, жүрек айну, іш өту ауруларын тудырады. Картоп пен бананды араластырып жегенде бетте қара дақтар пайда болады. Пияз бен балды араластырып тұтынғанда көзге өте зиянды, ауру болғанда су қараңғы болып қалады. Кофе ішкенде шылым шегу, ұйқы без қатерлі ісігін тудырады. Сүт пен шоколадты қосып жемеу керек. Шаштың қоректігін азайтып, іш өткізеді. Балалардың кальций құрамын азайтып, өсуіне тікелей ықпал жасайды. Сүт ішкенде балық жемеу керек. Қосып тұтынған жағдайда тері қабындырып, дақ, алапес ауруы сияқты әртүрлі тері ауруларына шалдығады. Жылқы еті мен балық етін қосып жеуге болмайды. Жүрек соғысы жиілеп, адам өміріне қауіп төнуі мүмкін. Теңіз балықтары мен асқабақты қосып жесе, улану болады. Жемістерді тұтынғанда ешқандай тағам түрімен қосып жеуге болмайды. Жемістің бір өзін ғана тұтынған жөн. Мысалы, қарбыз бен нан жеуге болмайды. Балды әсіресе нан мен майдың үстіне жағып жейтіндерге арналады. Балдың өзін ғана аш қарынға бір шай қасықтан жеу керек. Басқа тағамдармен араластыруға болмайды. Жұмыртқаны сүтпен, йогуртпен, ірімшікпен, картоппен жеуге болмайды. Бұршақ дақылдары. Бұларды етпен, балықпен, ірімшікпен жемеңіздер. Жаңғақтар мен жармалар, банандармен, мейізбен, құрмамен араластыруға болмайды. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.